бүгінгі құқықтық мәдениет кабинеті Ахмет Тұмарбековтың есімі берілген кабинет. Біздің мектебіміздің тарихында осы мәртебелі тұлғаның, яғни генерал Тұмарбековтың Ұлы Отан соғысына қатысушысы 100 жылдығының аясында және Ертістің Павлодар өңірінің 85 жылдығының аясында, сондай-ақ тергеу қызметінің 60 жылдығының шеңберінде осындай үлкен келелі іс-шара болды. Осы іс-шараға Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Марат Мұратұлы Ахметжанов және бірқатар зиялы қауым өкілдері қатысты. Жалпы осы кабинеттің негізгі мақсаты құқықтық мәдениетті, яғни өскелең ұрпақтың бойындағы құқықтық мәдениетті дамыту, сондай-ақ болашақ мамандыққа дұрыс бағдар алу үшін, осы құқықтық саланы дұрыс дамыту үшін алғы шарттарын, алғы қадамдарын осы жерде нық айту үшін біздің өскелең ұрпақтарға, яғни курсанттарымызға дұрыс бағдарлау болып табылады.